Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Күнтуарова Бекзат Сақтапбергеновна. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы мұхит асқан туынды, білім жарығы. Грамматикалық тақырыбы біріккен сөздер, тіркесті сөздер емлесі. Сабақтың мақсаты қазақ поэзиясының мұзбалағы атанған ақынның мұхит асқан туындысымен танысу. Біріккен сөздер, тіркесті сөздер емлесін қайталау. Күтілетін нәтиже: алған мағлұматтарды қолдана білу, мәнерлеп оқу мәдениетін жетілдіру, шығармашылық және интеллектуалдық қабілетті дамыту. Бүгінгі сабағымыз хан тәңірінің мұзбалағы атанып, өлең өлкесінде шамасына шаң жұқтырмаған дарын иесі Ақиық ақынның туындыларына арналмақ. Бейнежазба көмегімен біз қай ақын туралы әңгімелейтінімізді бірге анықтайық. Менде бойлар самал болып есіп өткен, менде бойлар нөсерді есі кеткен. Төбет тұрған нөсерге де қарамай-ақ, бір қыз кетіп бара жатыр жалаңаяқ. Жалтыраған әппәлдемі топылайын, кім біледі жауыннан да барады. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген, орындалмас бар арман. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаны туған. Бұл ақынның өлеңдерін жыр сүйер қауым іздеп жүріп оқитын болды. Ақын өлеңдеріне 100-ден астам әндер жазылды. Бұл әндер бүгінде барша халықтың жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айнымас жол серігіне арналды. Бұл әндердің авторы кім екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Ол қазақ поэзиясын биікке көтерген ақиық ақын Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Мұхит асқан туынды. Ұлы ақын Мұқағали Мақатаевтың маржан жырлары ағылшын тіліне аударылып, Нью-Йорктың Метрополитен Классикс баспасынан Мұқағалидың таңдамалы өлеңдері деген атпен тұңғыш рет жарық көрді. Ағылшын тіліне аударған американдық ақын Марина Карцева. Қазақ ақын жазушыларының туындылары шетелдік оқырманға жол тартты. Бұл игі істі бастаған белгілі публицист және журналист Бигелді Ғабдуллин. Оның жетекшілік ететін Қазақ пен клубы қоғам қайраткерлерін жинап, біз қазақтар атты топтаманың тұсауын кесті. Осы жолы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағы мен Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа повесі ағылшын тіліне аударылды. Жаңа сөздерді тыңдап, содан соң дәптерлеріңізге көшіріп жазыңыздар. Адамзат, человечество, айырбастау, обменять, поменять, әсер, впечатление, беймәлім, неизвестный, дүние, мир, вселенная, жарық, луч, свет, жас, молодой, игілік, благополучие, келісу, соглашение, қайың, береза, таңдау, выбрать,
ұрпақ поколение. Енді ережені еске түсірейік айдары. Біріккен сөздердің емлесі. Біріккен сөздер әрқашан бірге жазылады. Мысалы, өнеркәсіп, шикізат. Біріккен сөздердің жазылу үлгісі екі түрлі болады. Біріншісі, біріккен сөздердің сыңарлары түбір тұлғасы сақталып, бірге жазылады. Мысалы, ақсақал, оқ жетпес. Екінші, түбір тұлғалары дыбыстық өзгеріске ұшырап, дәстүр бойынша айтылуынша жазылады. Мысалы, бүрсігүні, қолғанат. Әлде, әр, еш, кей, бір сөздері өзді өзімен, өзге сөздермен бірге де бөлек те жазылады. Әлде, әр, бір, еш, кей сөздері есімдіктермен тіркескенде бірге жазылады. Мысалы, ешбір, ешкім, ешқашан, қайсы бір. Тіркесті сөздер бөлек жазылады. Тіркесті сөздер сан есім мен сан есім арқылы жасалады. Мысалы, 19, 2000, етістік пен етістік, жазып отыр, ойнап жүрсіңдер. Күрделі үстеулер, күні ілгері, күні ертең. Еліктеу сөздер, селк етті, қаңқ ету. Көмекші етістікпен тіркескен есім сөздер, ән салу, үлгі ету. Шылаумен тіркескен негізгі сөздер, отан үшін, мен арқылы, келешек туралы. Қазір мәтінді тыңдайық. Білім жарығы. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде, немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз, алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік, деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Үйге осы мәтін негізінде білім жарығы деген тақырыпта эссе жазуды ұсынамын. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келсемісің жасқайын. Көрінер мүмкін кім керсіз, өмірімді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені, қайын көзіммен бір көрші. Өмір сүрейік алмасып әні Мұқағали Мақатаевтың сонау ақш-та Нью-Йорк қаласында шыққан туындыларының ішіне кірген. Muqagali Maqatay is a little birch tree, a heart like little birch tree. Let me exchange my life with thee, become a man instead of me. Do you agree, the little tree? It sounds ridiculous, doesn't it? Give that luck once to
Please, mean it. Become a man instead of me. My best reward to you and see. I will become a tree like you, observe your woodland as you do. Енді осы өлеңін латын қарпінде оқып көрейік, бірге қайталайық. Өмір сүрейік алмасып. Жапырақ жүрек жасқайың, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келісесің бе жасқайың? Көрінер мүмкін кімгерсі, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені, адам көзімен бір көрші. Қайым боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге, қайың көзімен қарайын. Синквейн француз тілінен 5 деп аударылады. Сондықтан да 5 қатардан тұратын өлең жолдары. Құрметті білім алушылар, қазір сіздерге тапсырма. Осы қайың сөзіне синквейн жазыңыздар. Егер жазып болған болсақ, мына жауаппен салыстырып көрейік. Қайың, ақ, әдемі. Өседі, жайқалады, шығады. Ақ қайың, әдемі ағаш. Тал. Мұқағали Мақатаев. Өз дауысы. Дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Тест жазу келесі тапсырмамыз. Қазір сіздерге тест жазуды ұсынамын. Тестті әдеттегідей Google формада жазамыз. Біріккен сөздер қалай жазылады? Мұқағали Мақатаев кім? Оның шығармалары қай елде ағылшын тіліне аударылды? Тіркесті сөздер қалай жазылады? 19, 51 қай сөз табынан жасалған тіркесті сөз? Біріккен сөздің жазылу үлгісі қанша түрлі болады? Мұқағали Мақатаев қай жылы туды? Есіңе мені алғайсың, кімнің өлеңі? Үйге тапсырма. Білім жарығы тақырыбына шағын эссе жазу. Өмір сүрейік алмасып өлеңін латын қарпінде әрі қарай жалғастырып жазып, сөздіктің көмегімен орыс тіліне аудару. Мәтіннен біріккен сөздерді тауып жазу. Бұл үй тапсырмасы. Эссе жазамыз. Мәтіннен біріккен сөздерді тауып көшіріп жазыңыздар. Сілтемелер. Осы сабақты қайта көру үшін осы сілтемелер арқылы кіруге болады. Менімен кері байланыс жасау үшін Бекзат Күнтуарова @mail.ru электронды поштасына жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.